Ауылдың баласымын, далалықпын, кең жомарт ақ бейілден жаралықпын. Ойына келе бермес қалалықтың, сырын ұқтым даладан таналықтың. Я, мен қырға ғашық, жырға ғашық, жусан есті далаға ғашық ауылдың баласымын. Сөйле деп сөз ұсынған соң, туған жерім туралы қалайша кең толғанбай, сырымды ақтармай тұра аламын. Мен көгінен нұры төгілген ата-бабам өсіп өнген құт мекенім Қарқаралы ауданының Абай ауылында туып өстім. Атының өзін зор мақтанышпен айта аламын. Себебі түпкі тарихына зер салсам, бұл жер қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының анасы Бертіс руының ішіндегі Шаншардан тараған Ұлжан анамыздың қасиетті мекені болған. Сөзге шешен, әділ, турашыл, сабырлы Ұлжан әзіл қалжыңнан да құр алақан еместі. Абайдай бір туар жанның анасынан алар үлгі өнегесі, сабырлығы, әзілкештігі, турашылдығы нағашы жағынан дайрағаны анық. Осындай ұлы адамды дүниеге әкелген Ұлжан анамыздың топырағынан жарылғаныма қалайша мақтан басқа. Абай ауылының іргетасы 1954 жылы тың игеру кезінде қаланған. Маңдайынан ашы тері төккен орыс, украин, неміс, бурят, шешен ұлтының өкілдері ауылдың көркеюіне өз үлестерін қосты. 60-70 жылдары миллиард пұт қамбаға астық құйған қасиетті мекенім дәулеттің қақпасында еді. Бүгінде аумалы төкпелі нарық заманның сардабынан кейін ауыл ажары тоза бастаған, тамыры сола бастаған ауылдың бүгінгі тірлігі көңілімді құлазытып, жүрегімді ауыртады. Бір кездері асыр салып ойнаған, балалық шағы өткен үйлердің орнында үйінділер ғана қалған. Тек керуеннің соңында қалған азғантай ел жұрт ауылымның азбауын сақтап отыр. Ауыл жанашырлары ұлы ақын Абай атама қойылған ескерткішті азаматтар Әшім Нұржан мен Құтманов Ермек ағаларымыздың демеушілігімен күрделі жөндеуден өткізіп, ауыл сәнін аштырды. Жаңа мешіт те бой түзеп, халықтың көкірегіне сәуле ұялатты. Мәдениет үйі күрделі жөндеуден өтіп, ауылымның қақ төріне жаңа аурухана бой түзеп келеді. Төрінен шәкірттің сыңғырт күлкісі үзілмей, бақытқа толған үй мектептің дамуына мектеп директоры Нұргүл Кәден қызы мен мұғалімдер ұжымы жыл сайын бірнеше жыл бұрын бітіріп кеткен түлектер келіп, барынша көркейтуге еңбектерін аяған емес. Міне, сәл де болса осындай елеулі еңбектер ауылдың көштен қалмауына өз үлестерін тигізіп отыр. Мен де киелі мекеніме өз үлесімді қосқым келеді. Мектепте құрылған еріктілер тобына мүше болып, түрлі салалардағы қайырымдылық акцияларына, мәдени шараларды ұйымдастыруға, қарттарға үй шаруасына көмектесуге, экологиялық жобалар мен табиғатты қорғауға атсалысып, қоғамға пайда келтіру үшін білім мен дағдыларымды жұмсауға тырысып келемін. Достарыммен ауылдың су қоймасын қалдықтардан тазарттық. Бос уақытымызды салауатты өмір салтына арнап, волейбол үйірмесіне қатысып, ауыл ішілік аудандық, облыстық, тіпті Өскемен, Қызылорда қаласында өткен республикалық жарыстарға да барып сынға түстік. Мен үшін ауылымның киесі бөлек. Осы жерде дүниеге келгендіктен мен әр тау тасына, айнадай бұлағына ынтықпын. Жалындаған жас шағымда ауылым үшін жігерімді аямай, қолымнан келгенше сауапты іс жасауымды өзімнің азаматтық борышым деп ұғамын. Ауылым, сен маған хан жайлауындайсың. Міне, 1-2 айдан соң мен арманыма қанат байлап, көкірегіме сәуленіп, арман қуып қалаға кетпекшімін. Абыз өлкем алыстан қол бұлғап қалатынын ойласам, көкірегімді мұң торлайды. Қанша алыстасам да, жүрегімде көктемнің гүлзарындай көктеп, көңілімнің түбінде сақталасын. Айналып келіп қазығымды табарым сөзсіз.